Сіздермен теңдеу шығаруға бірнеше мысал қарастырайық. Ондық бөлшек пен жай бөлшекке қатысты болсын. Мысалы, 1,2 с тең болады 0,6 деген теңдеу берілсін. Мұндағы айнымалы с әрпін табу үшін видеоны тоқтата тұрып, өзіңіз шығарып көріңіз. С әрпінің өзін табу үшін біз оның қасындағы коэффициенттен, яғни 1,2-ден құтылуымыз қажет. Ол үшін біз былай шығарып көрейік. Екі жағында 1,2-ге бөлейік. Неліктен біз 1,2-ні екі жағына да бөліп тұрмыз? Біріншіден, бізде бұл жерде 1,2-лер қазір қысқарады. Қысқарадыдағы сының өзі қалады. Тең. Екіншіден, теңдеу болғандықтан, біз қандайда бір амал орындасақ, екі жағын бірдей орындауымыз қажет. Сол жағына 1,2-ні бөлсек, оң жағына да дәл солай 1,2-ні бөлеміз. Сонда бізде с тең 0,6 бөлінген 1,2 деп шығады. Бөлшекте бізде бөлімінде ешқашан ондық бөлшек қалмайды. Сондықтан бізге ондық бөлшектен айырылу үшін, яғни үтірімізден құтылу үшін, біз екі жағында алымында бөлімінде онға көбейтіп жіберейік. Сонда 0,6-ны онға көбейтсек, бір үтіріміз онға қарай бір санға жылжиды, сонда 6. 1,2-ні онға көбейтсек, 12. 12-ден 6-ны өзара 6-ға қысқартып жіберейік, сонда 2-ден 1 шығады. Дәл осы теңдеуді біз басқаша шығарып көрейікші. 1,2 с тең болады 0,6. 1,2-ні қандай санға көбейтсе, 0,6 деген сан шығады деп сұрақ қойып тұр. Яғни мұндағы с айнымалын табу үшін біз 0,6-ны 1,2-ге бөлеміз. Сонда с тең болады 0,6-ны 1,2-ге бөлуіміз қажет. Мұнда да екі жағында 10-ға көбейтіп жіберейік. Сонда бізде дәл 12-ден 6 деген жауап үстідегіде шығады екен. Оны қысқартатын болсақ, 2-ден 1. Енді жауабымызды тексеріп көрейікші. 1,2-ні 2-ден 1-ге көбейтсе, 0,6 шыға ма? Я, 1,2-нің жартысы, 2-ден 1-ден жартысы деген сөз 0,6 екен. Келесі мысалды қарастырайық. 4-тен 1 тең y бөлінген 12. Мұна теңдеуіміздің шешу жолдары бірнешеу болуы мүмкін. Бір жағынан пропорцияға да ұқсайды екен. Екінші жағынан біз теңдеуді екі әдіс бойынша шығарып көрейік. Алдымен бірінші әдісіміз бойынша шығарып көрейік. Ол үшін бізге y айнымалын табу үшін 12-ден құтылуымыз қажет. Егер бізде y 12-ге бөлініп тұрса, біз 12-ден құтылу үшін 12-ге көбейтіп жіберейік. Екі жағын 12-ге көбейтеміз. Сонда бізде 12 мен 12 қысқарып, y-тің өзі қалады. Ал сол жағында болса, 12-ні алымына 1-ге көбейтіп 4-ге бөлеміз. 4-тен 12. Әдетте бізде y-іміз, айнымалымыз бірінші жазылатын. Екеуінің орнын ауыстырып жіберейік. Y тең 4-тен 12. Сонда y-ті табу үшін 12-ні 4-ге бөлсек, жауабы 3. Y тең 3. Ал енді екінші әдісіміз бойынша шығарып көрейік. Y-ті табу үшін біз пропорция әдісін қолданып шығарайық. Y-ті 4-ге көбейтіп, 1 мен 12-ні көбейтейік. 4y тең 12-ні 1-ге көбейтеміз 12. Енді y-ті табу үшін 12-мізді 4-ге бөліп жібереміз. Y тең 12-ні 4-ге бөлеміз. Сонда y тең болады 3. Енді жауаптарын тексеріп көрейік. 4-тен 1 тең болады 12-ден 3 па? Я 12-ден 3 өзара 3-ге қысқарып, 4-тен 1-ге тең болады. Келесі мысалды қарастырайық. 4,5 тең 0,5 n деген теңдеу берілсін. Әдеттегіде екі әдіспен шығарып көрейік. Алдымен n деген айнымалын табу үшін біз 0,5-тен құтылуымыз қажет. Ол үшін екі жағында 0,5-ге бөлеміз. Мұндағы 0,5-лер өзара қысқарады, сөйтіп n-нің өзі қалады. Ал сол жағында болса 4,5 бөлінген 0,5 болады. Мұнда айнымалыны біз бірінші жазып алайық, екеуінің орнын ауыстырып. Жоғарыда көрсеткен мысалдағыдай, мұнда да біз екі жағында 10-ға көбейтеміз.
Сонда 4,5-ті 10-ға көбейтсек, бізде 45 бөлінген 0,5-ті 10-ға көбейтсек 5. Сонда n-нің жауабы бізде n тең болады. 45-ті 5-ке бөлсек 9. n тең 9 екен. Енді екінші әдісіміз бойынша шығарып көрейік. 4,5 тең 0,5 n. Мұндағы айнымалы n-ді табу үшін біз 4,5-ті 0,5-ке бөлеміз. n тең болады 4,5-ті бөлеміз 0,5-ке. Мұнда да дәл солай. Бөлшекте бөлімінде 10-дық бөлшек ретінде қалдырмаймыз. Сондықтан біз екі жағында алымында бөлімінде 10-ға көбейтеміз. Сонда бізде 5-тен 45 шығады. 45-ті 5-ке бөлсек 9. n тең болады 9. Енді жауабын тексеріп көрейік. 4,5 тең болады 0,5 көбейтілген 9. Дұрыс па? Дұрыс. 0,5-ті 9-ға көбейтсек 4,5 шығады. Тағы бір соңғы мысалды қарастырайық. g бөлінген 4 тең болады 3,2 деген. Мұндағы g айнымалын табу үшін бізге 4-тен құтылуға жет болады. Мұнда да екі әдіспен шығарып көрейік. 4-тен құтылу үшін екі жағында 4-ке көбейтейік. Сонда 4 пен 4 қысқарады, g-дің өзі қалады, тең 3,2-ні 4-ке көбейтсек 12,8. Енді екінші әдісімізбен шығарып көрейік. g бөлінген 4 тең 3,2. Пропорция әдісімен де шығарсақ болады. g-ді табу үшін 4,2 мен 3,2-ні көбейтіп жібереміз. Сонда g тең болады 3,2 көбейтілген 4. Мұндағы g-міз 12,8-ге тең. Енді осыны тексеріп жіберейік. 12,8-ді 4-ке бөлсе 3,2 ма? Я. Демек жауабы осы екен.